Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді болып шығатын рулет жасайтын боламыз. Ең алдымен 4 жұмыртқаға қантты қосып миксерлейміз. Бізде массамыз 2 есе ұлғаюы қажет. Шамамен 5-6 минут көлемінде миксерлейміз. Келесі біз сүтті және де сұйық майды құйып жақсылап миксерлейтін боламыз. Араластырып болғаннан кейін алдын ала електен өткізілген ұнды және де разрыхлителді 2-ге бөліп қосамыз. Ешқандай түйіршіктер қалмау керек, барлығын жақсылап миксерлейміз. Дайын болған массамызды кез келген формаға орналастырып, барлық жеріне біркелкі тегіс етіп жайып, қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 10-15 минут аралығында пісіріп аламыз. Піскеннен кейін ағаш таяқшамен тексеріп көріңіздер. Біздің ағаш таяқшамыз толықтай құрғақ болып шығуы қажет. Пісіп шыққан бисквитті бірден ыстық күйінде осылай орап алыңыздар. Енді крем дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге салқын 33 немесе 34% сливки қажет болады. Сливкиді өз формасын ұстағанша миксерлейміз. Енді келесі 3 ас қасық вареный сгущенка саламыз. Кремге ешқандай қант немесе қант ұнтағын салудың қажеті жоқ. Осы вареный сгущенкамен тәтті болып шығады. Бағана орап қойған бисквитімізді осылай ашып, ортасына дайындаған кремімізді барлық жеріне жеткізіп, жағып шығамыз. Сіздер басқада крем түрін немесе варенье, джем қолданып жасасаңыздар да болады. Үй жағдайында өте дәмді және де тез дайын болатын рулеттердің бірі. Біздің рулетіміз дайын болды. Бетін сәндеу ол өз қалауларыңызша. Мен осылай бетіне шоколадты ерітіп, осылай құйып шықтым және де киви мен мандаринмен әсемдедім. Сіздерге де дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Рулеттеріңіз өте дәмді болып шығады. Каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.